Менің аты-жөнім Казезова Маржан Казезовна, бизнес және басқару кафедрасының аға оқытушымын. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы экономикалық ахуал мемлекеттік дамуды қамтамасыз етуші негіз ретінде. Қарастырылатын сұрақтарымыз Қазақстан Республикасының экономикалық рөлінің сипаттамасы, екінші дамыған елдердің экономикасы, үшінші дамудың тенденциялары және ерекшеліктері, олардың бағыттары. Бірінші сұрағымыз Қазақстан Республикасының экономикалық рөлінің сипаттамасы. 19 ғасырдың ортасына дейін экономикалық ілім танымал ағылшын ғалымдарының барлық шаруашылық жағдайлары заңдылыққа байланысты өзгереді деген тұжырымына негізделіп, Адам Смиттің шаруашылық барысын мемлекеттік реттеу қажет екендігін ескеруіне қарамай, меншікті иелену шешім қабылдауларындағы тәуелсіздік өзгермеді. Экономикалық күйзеліс әлеуметтік мәселелердің шиеленісуі, яғни 1848 жылғы көтеріліс мемлекеттік әлеуметтік экономикалық саясаттың қажеттілігін ескертті. Бұл экономикалық ілімнен орын алды. Сол кезде Раудың саяси экономика оқулығында халық шаруашылығы туралы ілім 3 бөлімнен тұрған. Ол ілім саясат, қаржы туралы ғылым. Экономикалық ілім мен саясаттың арасын айқындауға талаптанып Джон Кейнс, атақты Джон Кейнстің әкесі, саяси экономика пәнінің мәні мен тәсілі деген кітабында халық шаруашылығы туралы ілімді үшке бөледі. Бірінші ол экономикалық ілім, теория, яғни онда экономикалық заңдылықтар мен олардың байланысын талдайды. Екіншісі экономикалық саясаттың шеберлігі және әлеуметтік әрекеті, сол арқылы шаруашылық пен әлеуметтік жағдайларға әсер ету. Үшіншісі лайықтап қолдану саясаты, яғни басқару тәсілі. Бұнда ілімді өндіріске қалай пайдалануды қарастырады, ал саясат ғылымға негізделеді. Экономикалық тұжырымның бұл бағыты жалпы экономикалық саясат деп аталып, оның негізгі мағынасы мемлекеттің экономикалық саясаты болып табылды. Экономикалық саясат дегеніміз ұлттық экономиканың қалпын келелі мәселелерін, шешу жолдарын ұсынуды көрсететін білім. Әрбір шаруашылықпен шұғылданушы өзінің экономикалық саясатын жоспарлап жүргізеді. Мысалы, зейнеткер өз жинағанын мемлекеттік құнды қағазға салады, шаруа жылыжайларға салады, дүниежүзілік банк мемлекеттерге қарыз беруді шешеді. Экономикалық саясаттың негізгі бөлігін мемлекеттік экономикалық саясат құрайды. Ол жоғарғы макро және төменгі микро деңгейдегі шаруашылық барысына мақсатты әсер ету. Оған әлеуметтік қорғаныс, сыртқы жағдай, экология және тағы да басқалар жатады. Мемлекеттің экономикалық дамуы арнайы әрекет, демек көлемі мөлшерлі әрі қилы. Мысалы, қоғам игілігін туғызу тек дүниемен қамтамасыз ету емес, кең көлемді қамтиды. Ол жеке бастың бақытты болуы, жайлылық, жұмысына, тұрмысына ризалығы және тағы басқалар. Мемлекеттік экономикалық саясат ілімінің бастаушысы ретінде Джон Кейнсті жиі айтады. Оның пікірін алғашқы болып өмірге қолданушы ақш президенті Рузвельт. Бұл мемлекеттік реттеу жүйесін жаңа бағыт либерализм атандырған. Маркстің экономика ағымдағы халық шаруашылығын мемлекеттік басқаруды жетілдіргені Плеханов және Владимир Ильич Ленин болған. Мемлекеттік экономикалық саясатты жүргізуде мемлекет қайраткерлері Эрхард, Голь, Сталин, Тэтчер, Брандт, Мао Цзэдун айтарлықтай із қалдырған. Біріккен ұлттар ұйымы экономикасы дамыған елдердің қатарына Еуропаның, Азияның, Африканың, Солтүстік Американың, Австралия мен мұхиттық аралдың 60 елін жатқызуға болады. Олардың бәрінің даму деңгейі жоғары. Алайда бұл елдер тобы іште қарағанда айтарлықтай әркелкі болып келеді. Және оның құрамынан 3 топты бөліп қарастыруға болады. Бірінші топ экономикасы жоғары дамыған елдер, екінші экономикасы орташа дамыған елдер, үшінші қоныс аударған немесе отар елдер. Бұл бірінші топқа жаңағы ақш, Жапония, Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Австралия, Финляндияны жатқызады. Екінші топ экономикасы орташа дамыған елдерге Испания, Португалия, Греция, Ирландия. Үшінші қоныс аударған немесе отар елдерге Канада, Австралия, Жаңа Зеландия, Израиль жатады. Дамыған елдердің ерекшелігі
олардағы машина жасау өндірісінің толық циклды электротехникалық саласы маңызының ұлғаюы, өнімнің сапасы мен бәсекелестік қабілетінің жоғары деңгейде болуы, соңғы 20 жыл ішінде дүниежүзілік машина жасаудың аумақтық құрылымында елеулі өзгерістер болып жатыр. Егер бұрындар машина жасау өнімдерінің 9-ы үлкен жетілік елдеріне тиесілі болса, соңғы 10 жылдықта жаңа индустриялық елдер және Қытай, Ресей, Үндістан, Түркия, Бразилия, Мексика тағы да басқа елдердің үлесі ұлғайып отыр. Машина жасаудың станок жасау саласында алдыңғы орында Жапония, одан кейін Қытай, Германия тағы да басқа елдер тұр. Ал ауыл шаруашылығы машинасын жасауда алдыңғы үштікке Жапония, Үндістан және ақш кіреді. Жаңа 10 жылдық әлсіз және тұрақсыз экономикалық өсуден өсіп келе жатқан әлеуметтік поляризацияға байланысты әлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуінен және белгісіздіктің өте жоғары деңгейінен басталады. Сонымен қатар, осындай мәселелерді шешетін дәстүрлі саяси тетіктер аз, сенімділікке ие болса, мысалы экономикалық күйзелістерді тегістеу және дағдарысты ынталандыру үшін қолданылатын ақша несие саясатының шаралары бұрынғы күшін жоғалтты. Өйткені көптеген ірі экономикалардағы пайыздық мөлшерлемелер нөлдік шекарада қалады. Экономиканы цифрландыру, ескірген құралдары бар монополияға қарсы органдарды қалдырып, нарықтардың шоғырлануымен қатар жүреді. Сауда соғыстары мен климаттық апаттар әлемдік экономиканы дүр сілкіндіруде, ал екеуі де табысы аз адамдарға қатты соққы беріп, өсіп келе жатқан теңсіздікті күшейтті. Өз кезегінде жаңа экономикаға цифрлық және жасыл экономикаға көшу жаңа қайшылықтарды ашады және әлеуметтік қақтығыстарды тудырады. Мысалы, Францияда жанармай салығын көтеру арқылы көміртегі шығындарын азайту әрекеті 2018-2019 жылдары наразылық тудырды.